Құрметті студенттер, мына бүгін шеберлік сыныпта сіздерге көрсететін қазақ күресінен жамбасқа лақтыру мақсатымыз, біздің мақсатымыз қазақ күресін дамыту. Сіздерге жамбасқа лақтыру әдісін көрсетіп өтейін сіздерге. Ұстаған күрескен кезде сол қолмен мойындан, оң қолмен сол қолынан ұстап, бір дегенге аяқ ортада, екі деген аяқ артқа, үш дегенде алға кірген кезде қақтырамыз. Бір, екі, үш. Екі сол жақпен күресеміз. Сол жақпен күрескен кезде осы әдісті қолданамыз. Мұны келесі әдісіміз жамбасқа лақтыру. Құрметті студенттер, енді осы әдістің қарама-қарсы прием жасау. Күрескен кезде, мына қарсыласын сізген кезде қарсы прием. Кірген кезде алға кіреміз. Кірген кезде мына қайталаймыз. Мына аяқ кірді ма, мына аяқты сол кезде мына ішіне аламыз, алдына қоямыз аяқта. Алдына тартамыз. Кейінгі әдісіміз оң қолмен сол қолынан ұстап, екінші қол мойнынан ұстап, күрескен кезде мына қолды көтереміз. Көтерген кезде мына аяқпен бірдей. Бір деген соң мына көтереміз, екі деген соң мына алға кетеді да, алға тастаймыз. Қайталап көрсетейін сіздерге. Ұстаған кезде мына бір аяқ қоямыз. Қойған кезде мына аяқ көтеріледі. Көтерген кезде мұны кетеміз. Тастаймыз кейін. Бұл приемымыз иқалы лақтыру. Осыны лақтырған кезде осыны қарсы приемда бар. Сен маған істе. Істеген кезде қараң. Сол кезде біз ұстаған кезде алдынан қоямыз. Сол кезде өзі тазаға түседі. Қайталап істен. Істеген кезде аяқты алға қоямыз. Тартамыз ішке қарай. Таза. Сіздерге келесі әдісті көрсетейін. Аяқтың алдынан қырға шалу әдісі. Ұстаған кезде қолды үш жағынан ұстаймыз. Екінші қол мойындан ұсталады. Күрескен кезде бір деген кезде мына алға тартамыз. Бір, мына екі деген кезде аяқ екінші артқа, үш деген кезде мына аяқ алдынан түседі. Сол кезде мына аяқтың күшімен лақтыра мына аяқ көтереміз қараңыз. Сол кезде күрескен кезде көп күш салмай, мына алға тастауға оңай болады бізге. Бір, екі, үш деген кезде тастаймыз. Енді несімен істейік. Бір, екі, үш. Енді осы әдістің оң жағын көрсетейін сіздерге. Аяқ қойған кезде мына екі қолды ұстаған кезде өзімізге тартамыз. Мына бір деген кезде бір, екі, үш артқа кетеді. Бір, екі, үш деген кезде алға. Мына қайталаймыз осы әдісті. Осы әдісті қайталаймыз. Мына осы әдісті күрескен кезде тартып, бәріміз алғалары тартамыз. Алғанда шаташтыру үшін тартып күресеміз. Күрескен кезде бір, екі, үш. Енді осыны қарсы приемдары сен маған жасаған кезде егер мен бұған жылдамдықсам, мұна аяқ кіргіземді артқа.
түседі. Қайталайсыздар. Міне. Кіреді маған, мен екінші аяқ ала қойдым да, мына аяқ қатып кетті. Мына жақпен кірсең. Кірген кезде осы әдісті студентіміз көрсетеді. Мен қарсы әдіс істетемін. Көрсеткен кезде қояды. Мына алып қайталаймыз. Енді оң жақпен, сол жақпен істей. Көрсеткен кезде мына қарсы әдіс бұлда. Мына алға айналып кетеміз. Қайтып көрсетеміз. Мына бұл қарсы әдісі. Ендігі әдісіміз аяқты орап, алға тастау. Ораған кезде, кірген кезде, қалай кіреміз? Тіземен кірген кезде мына қолды қысамыз, мына қолды өзіміз тартқан кезде, мына аяқты алдан ораймыз. Ораған кезде тартамыз алға қарай. Осы әдісті көрсеткен кезде, аяқты күрескен кезде, мойнан ұстап, екінші қолынан ұстап, кірген кезде, сен ұстап тұр, кірген кезде sıra кіреміз. Мұнаны артқа тереміз да, алға істереміз. Сол кезде алға тастаймыз. Енді осыны оң жаққа жасау, аяқты орап, алға тастау. Істеген кезде, мұны сіздерге көрсетіп істеген кезде, мұны күрескен кезде ұстаймыз. Ұстаған кезде мұны аяқты ішінен кіргіземіз да, алға лақтырамыз. Басамыз мұны аяқты. Осы әдістерді сіздерге бір қайталап өтейін. Осы шеберлік сыныптың өткізу себебіміз сол әдістер сіздерге көрсету, қазақ күресін дамыту, сіздерді қазақ күресіне шақырамын. Сау аман болыңыздар.